Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Бүгін біздің үй жағдайында дайындаған тағамымыз балалардың сүйікті тағамы донер. Сіздермен донердің рецептімен бөліскенді жөн көрдім. Ол үшін маған тауықтың етін, яғни тауықты духовкада пісіріп алдым. Одан соң қызанақ, қияр, фри, майонез, кетчуп және де лаваш қажет. Барлығын соломка етіп ұзыншалап турап аламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Донерді дүкеннен сатып алмай-ақ, яғни тапсырыс бермей-ақ, үй жағдайында балаларға жасап берсеңіздер, ұнайды деген ойдамын. Осылайша барлығын ұзыншалап етіп турап алатын боламыз. Және де лаваштың мерзімін қараңыздар. Негізі мерзімі өтпеген, яғни жаңа 1-2 күндік лаваш болғаны жөн, сынып кетпес үшін, жақсы пісуі үшін. Мен бүгін 6 лаваш дайындайтын боламын. Яғни 6 донер шығады. Осылайша барлығын кезекпен сала отырып, арасына салмасын салып дайындаймыз. Дәл осындай рецептпен мен донерді үй жағдайында жиі жасаймын, балаларға ұнайды. Сондықтан да сіздер де жасап көріңіздер. Және де тағы бір түр есебімен салатты жапырағымен жасадым. Бұл да өте дәмді болып шықты. Егер де сіздерге салат жапырағы ұнаған болса, дәл осылайша дайындап көрсеңіздер де болады. Мінекей достар, біздің донеріміз тез арада ғана дайын болды. Өте дәмді болып шықты, яғни балаларға ұнады. Ас болсын.